Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз театр тарихы. Мақсатымыз тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау, жайылма, жалаң сөйлемдерді меңгеру. Енді қазір барлығымыз бірге театр өмір айнасы атты тыңдалымды тыңдайтын боламыз. Яғни, осы тыңдалымда автор не айтқысы келді бізге? Яғни, бұл мәтіннің мазмұны қандай екенін барлығымыз анықтайтын боламыз. Ол үшін тыңдалымды мұқият тыңдайық. Театр шын мәнінде өмір айнасы. Ол алдымен адамның өз-өзін реттеуіне, күнделікті мән бермей жүрген нәрселерін айнаға қарағандай өзінен табуға жәрдемдеседі. Қай жаста болмасын, театрға келу арқылы әр адам өзін басқа бір қырынан тануға, өмірден оқшау еместігін, оның бір тұтастығын түсінуге, қоғамның бір бөлшегі екенін ұғынуға мүмкіндік алады. Қойылымдағы бір адамның өмір жолынан өзінің өмірін көруі, біреулердің айтқан сөздерінен өзінің дауысын, үнін естуі әбден мүмкін. Театр өнер мешіті деген түйме бар. Десе дегендей, театр мәдениеттілікке, имандылыққа бастайтын баспалдақ, алтын көпір екені даусыз. Адамдар театрға не үшін барады? Театрды рухани өнердің қара шаңырағы деп бекер атамаған. Адамдарға күнделікті ас бөлмеге басын сұғып, 3 мезгіл тамақтану, асхана, кафелерге барып, тәтті тағамдардан ауқаттану қаншалықты қажет болатын болса, театрға барып рухани жан дүниесін байытып да соншалықты қажеттілік болып табылады. Тамақ адамның тәнінің өсуіне керекті нәрсе болса, екіншісі адамның ішкі рухани жанын өнер құралдары арқылы дамытуға, өсіруге бағытталған дүние. Шын мәніндегі көркем әсер адамның сана сезімін оятады, ақыл парасатын толықтырады. Адам бір ғана нәрсеге мұқтаж болып туылады екен, ол рухани тәрбиеге деген жетімдік. Міне, адам соның орнын толтыру үшін де театрға барады екен. Бұл туралы кезінде Асқар Таудай ақыл иесі Аристотельдің, басқа да даналардың айтып кеткен өсиеттері жетерлік. Театр өнерді сүйетіндерге ғана емес, жарық дүниені, өмірді сүйетіндер үшін арналған. Осыдан бірнеше ғасыр бұрын Шекспир, бүкіл әлем театр, біз оның актерлеріміз деп жаһанға жар салған. Жақсы, біз тыңдалымды тыңдадық. Енді осы мәтіннің мазмұны қандай екен? Оны түсінген болармыз. Енді барлығымыз салыстырып қарайық жауабымен. Театрға барудың маңыздылығын, рухани жетілудің қайнар көзі, имандылық пен тәрбиелікке бастайтын нағыз алтын көпірдің театр екендігі туралы айтылған екен. Яғни, осы біздің тыңдаған мәтініміздің мазмұны осындай екен. Келесі сіздерге тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, астарлы ойды анықта. Барлығымыз бірге мәтінді оқиық. Таң атты. Менің көзім ашылмағанмен миым оянды. Айнұрдың жаныма келіп, ұзын саусақтарымен менің шашымнан сипағанын күтіп жатырмын. Бірақ ол келмеді. Егер қайта келетін болса, мен орнымнан тұрмас едім. Ол менің шашымды сипай беретін еді. Ол қайта келетін болса, мен оны саябаққа алып шықпас едім. Мен оның алақанының астында өмір бойы жата беруге дайын едім. Бірақ ол келмеді. Ол келмесе де, менің үміт үзгім келмейді. Мәтінді оқыдық. Енді осы автор мәтін арқылы бізге қандай астарлы ойды жеткізіп тұр. Соны анықтайық. Ойланайық. Ойланып болсақ, жауабымен салыстырайық. Бұл мәтін Немат Келімбетовтің пьесасымен сахналанған спектакльден алынған үзінді екен. Жауабы қандай екен? Ауыр науқасқа шалдығып, ұзақ жылдар бойы төсек тартып жатқан мүгедек жанның өмірге деген шексіз құштарлығы, қайсарлығы, адамгершілігі, мөлдір махаббаты сөз болады. Науқас адамның сын сағаттағы сан қилы ой толғаныстары берілген екен. Яғни біз жаңағы берілген үзіндіден астарлы ойды анықтадық. Олай болса, тілдік бағдарға көшейік. Бүгінгі біздің өтетін тілдік бағдарымыз жалаң және жайылма сөйлем. Біз естеріңізде болса, алдыңғы сабақтарда жай сөйлемнің түрлерін өттік. Оның ішінде жақты, жақсы сөйлемді өттік. Енді бүгін біз жалаң және жайылма сөйлемге тоқталатын боламыз.
Жай сөйлем жалаң және жайылма болып екіге бөлінеді. Оның ішінде жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан ғана тұрады. Ал жайылма сөйлем тұрлаулы мүше, тұрлаусыз мүшелерден тұрады. Нақтырақ тоқталатын болсақ, жалаң сөйлем дегеніміз тек қана тұрлаулы мүшелердің тіркесінен немесе біреуінен жасалады. Яғни, тұрлаулы мүшелері бастауыш, баяндауыш ғана бар сөйлем жалаң сөйлем деп аталады. Жайылма сөйлем дегеніміз не екен? Жайылма сөйлем тұрлаулы мүшелерге кемінде бір тұрлаусыз мүше тіркесу арқылы жасалады. Тұрлаулы мүшелерінен басқа тұрлаусыз мүшелерде бар сөйлем жайылма сөйлем деп аталады. Енді кезекті мысалдарға берейік. Жайылма сөйлемнің мысалдарына назар аударайық. Нұрасыл голды салды. Талдайықшы бәріміз бірге. Не істеді? Салды. Яғни баяндауыш кім? Нұрасыл бастауыш. Нені салды? Голды салды. Бұл жерде демек тек қана бастауыш баяндауыштан ғана құралып тұрған жоқ бұл сөйлем. Басқа да тұрлаусыз мүшелердің бірі, оның ішінде толықтауыштың қатысуымен жасалып тұр, иә? Не істеді? Салды, кім? Нұрасыл. Нені салды? Голды салды. Яғни бұл жерде голды деген сөз толықтауыш. Сол үшін бұл жайылма сөйлем болып тұр. Келесі кеттік. Доп биікке көтерілді. Не істеді? Көтерілді. Не? Доп. Қайда көтерілді? Биікке көтерілді. Яғни бұл сөйлемде тұрлаулы мүшелермен қоса тұрлаусыз мүше қатысып тұр. Оның ішінде пысықтауыш қатысып тұр. Биікке. Қайда? Деген сұраққа жауап беру арқылы. Келесі. Біз жеңіске жеттік. Жеттік, не істедік? Баяндауыш кім? Біз. Неге жеттік? Жеңіске жеттік. Яғни, бұл сөйлемде де бір тұрлаусыз мүше қатысып тұр. Оның ішінде қайсысы ол? Жеңіске неге деген сұраққа жауап беретін толықтауыш. Кеттік. Ол өзінің көздеген мақсатына жетуде. Осы сөйлемдердің барлығын егер де оқушылар талдайтын болсақ, дұрыстап сөйлем мүшелеріне біз талдай алсақ, онда жайылма сөйлем мен жалаң сөйлемді оп-оңай ажырата алады екенбіз. Жеңіске жету үшін көп тер төгу керек. Не істеу керек? Төгу керек. Нені төгу керек? Терді төгу керек. Не үшін төгу керек? Жеңіске жету үшін. Бұл жерде де қарап тұрсақ, балалар, бір тұрлаусыз мүшелер қатысқан, я? Тек қана бастауыш, баяндауышпен емес, бұл сөйлем құралып тұр, яғни оған қоса бір тұрлаусыз мүшелердің де қатысуы арқылы жасалынған екен. Әлемді жылылық пен мейірімділік құтқарады. Не істейді? Құтқарады. Не құтқарады? Жылылық, мейірімділік. Нені? Әлемді. Яғни, нені деген сұрақ толықтауыштың сұрағы, я? Сол үшін бұл сөйлем жайылма сөйлем болып тұр. Өйткені тұрлаусыз мүше қатысып тұр. Жалаң сөйлемнің мысалдарына назар аударайық. Мен мықтымын. Жалаң сөйлемді не дедік? Тек қана бастауышпен, баяндауышпен ғана тұрады. Сол екеуімен ғана жасалады. Мен мықтымын. Басқа тұрлаусыз мүшелерді көріп тұрсыздар ма бұл жерде? Жоқ. Тек қана бастауыш, баяндауыш ғана бар. Мен сенімдімін. Біз жеңдік. Ол қарады. Сен жеңесің. Алмас ашуланды. Көктем келді. Ай жарқырады. Енді біз жалаң және жайылма сөйлемнің айырмашылығын түсіндік, меңгердік. Енді осы сөйлемдерді берілген сәйкестендіріп көрейікші өзіміз. Сіздерге дәл қазір сіздер осы видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз талдап сөйлемдерді берілген және де сәйкестендіріп жасап шығыңыздар. Одан кейін біз барлығымыз бірге оның дұрыс не бұрыс екенін тексеретін боламыз. Жасап болсақ, енді тексеріп көрейік. Жайылма сөйлем. Жолдасты жол айырады. Не үшін ол жайылма сөйлем болды? Талдайық, я? Айырады, не істейді? Не айырады? Жол айырады. Кімді? Жолдасты. Демек, бұл жерде толықтауыш қатысып тұр бұл сөйлемге. Ол жайылма сөйлем болады екен. Өнерлі өрге жетеді. Бұл да дәл сол сияқты. Сәуле ыдысты жуды. Жуды не істеді? Баяндауыш. Кім? Сәуле. Бастауыш.
нені жуды, ыдысты жуды, толық дауыс қатысып тұр бұл сөйлемге. Демек, ол да жайылма сөйлемге жатады екен. Екі дос мектептен қайтты. Болды дәл сол сияқты. Міне көрдіңіздер ме, жайылма сөйлемдері осы мысалда 4 сөйлем екен. Өзіміздікімен тексеріп отырамыз. Жалаң сөйлем, жаңбыр сіркіреді. Бастауыш және баяндауыш қана бар, болды. Кептер ұшты. Бастауыш және баяндауыш қана бар, болды. Енді біз, оқушылар, жалаң және жайылма сөйлемді түсіндік. Бүгінгі сабақта және де мәтіннің мазмұнын талдап үйрендік. Және де берілген үзіндіден біз астарлы ойды анықтай алдық. Енді сіздерге үй тапсырмасы. Театр мен киноның айырмашылығы, ұқсастығы туралы Вен диаграммасын жасаңыздар. Және де осы жасап болған үй тапсырмаларыңызды маған Telegram желісі арқылы жіберіңіздер. Мен күтемін. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.